Малжан аман ба? Деп қал-жағдай сұрасатын қазақ үшін малдың жөні бір бөлек. Ертеден ата-бабамыз малдың қыр-сырын танып, ауру сырқауының алдын ала білген. Соңғы уақытта ірі қара малдарда аусыл ауруы жиі кездесуде. Ол адам денсаулығы үшін де қауіпті. Отандық ғалымдар ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, дәл осы аусыл ауруын анықтайтын тест жүйесін ойлап тапты. Қазақ ветеринария ғылыми зерттеу институтының маманы осы тұрғыда жүргізілген жұмыстары туралы баяндайды. Жалпы біздің институтта өте көптеген жануарлардың инфекциялық ауруларымен жұмыс жасаймыз. Бірақ менің тоқтала кетіп айта кеткім келіп отырғаны ол аусыл ауруы. Бұл аусыл ауруы бізге ғана емес, жалпы әлемде өте қауіп-қатерлі аурулардың бірі. Себебі ол тез тарап кетеді, жаңағы жайылып кетеді, тез желмен болсын, механикалық түрде болсын, вирус аусыл ауруын тудыратын қоздырушысы РНК-лы вирус болып табылады. Сол вирус өте тез аймақтарға тез арада таралып, сол арқылы жаңағы көптеген мал басын ауруға шалдықтырады. Сондықтан осы аусыл ауруына қатысты біз жаңағы проектпен жұмыс жасадық, жобамен. Ол жобада біз аусыл ауруын анықтаудың тест жүйесін ойлап таптық. Енді жалпы кішкене тест жүйені айтпас бұрын аусыл ауруының өзіне тоқтала кететін болсам, жаңа айтып өткендей, ол халықаралық эпизоотикалық бюроға соның тізіміне кіретін аса қауіпті аурулардың бірі. Және бұл ауру жаңағы көршілес мемлекеттерде де өте көп тіркелген, бізде және әлемде де өте көп тіркелген. Әлі де бұл аурудың түрлері, типтері өте көп тіркеліп жатқан. Соның ішінде бізде негізі жалпы аусыл ауру өзі 7 серотипке бөлінеді. Бұл 7 серотиптің ішінде 3 серотипі, атап айтқанда А, О, Азия-1 осы Азия мемлекеттерінде тіркелген. Бірақ бұл серотиптер аз көрінгенмен, бұл серотиптердің өз ішінде тармақталып, және де бірнеше варианттарға, бірнеше подтиптерге бөлінеді. Кіші топ деп айтамыз ба. Осы кіші топтары, подтиптерінің бірнеше түрі болады. Сол подтиптерді нақты анықтау арқылы біз дұрыс вакцина таңдай аламыз, біріншіден, және екіншіден сол арқылы жаңағы қай жақтан бізге қауіп-қатер төніп тұрғанын анықтауға болады. Сол себепті бұл тест жүйені ойлап табудың, молекулярлық генетикалық тест жүйе ойлап табудың маңызы өте зор. Біздің жаңағы сол тест жүйеміз арқылы біз жаңағы аусыл ауруының вирусын анықтаймыз, және сол вирустың бірнеше подтиптерін анықтаймыз, және бұны дифференциалды диагностика жасаймыз. Өйткені өздеріңіз білетіндей, аусыл ауруы басқа да ауруларға клиникалық тұрғыдан өте ұқсас келеді. Мысалы, визикулярлы стоматит деген бар, және де тағы басқа оба, және басқа ауру түрлеріне өте клиникалық ұқсас болып келеді. Сол клиникалық індеттанулық және клиникалық ұқсастықтарды бәрін қарай келе, әрі қарай зертханалық балау жасау өте маңызды зор атқарады. Сол сәтте зертханалық балау жасауда өздеріңіз білетіндей, бұл ауру ошақтары шығып жатқан кезде тез арада таралып кетпес үшін оны бірден зертханалық балау жасап, сол арқылы анықтап білу керек, қай тип екенін. Оны жасаудың өзі негізі көп уақыт алады. Біздің тест системаны, тест жүйені былайша айтқанда экспресс әдіс деп айтса болады. Себебі ол жаңағы 2,5-3 сағатта осы ПЦР деп айтады, полимеразды тізбекті реакция ПЦР арқылы тез арада анықтап, таңдап, тауып, қай тип екенін анықтауға болады. Аусыл ауруының ошақтары әр жерде кездесетін болғандықтан, оны тез анықтау мақсатында тест жүйесін тасымалдау арқылы пайдалану мүмкіндіктері де қарастырылуда. Мамандар бұл тұрғыда өз жұмысын бастап та кеткен. Енді
осы аусыл ауруына типтерін анықтайтын осы молекулярлық генетикалық тест жүйеміздің біз тест жүйеміз туралы жаңағы халықаралық рецензияланатын журналдарда мақалаларымыз жарық көрді. Соның ішінде отандық ғылыми журналдарда да өте көптеген мақала жарияладық. Және енді қазіргі кезеңде біз өзіміз қызығушылығымыз туындап, әрі қарай оны лиофилденді кептіру арқылы көп уақытқа дейін сақталатын түрін ойластырып жатырмыз. Бірақ мынау әлі бір жоба ретінде әлі етіліп тұр, бірақ әлі толыққанды түрін әлі испытание сынақтан өтіп жатыр. Бір жалпы бір сынама түрі осы лиофилизделген біздің тест жүйеміздің түрі. Бұл өте оңай, қолдану өте оңай болады, және де көп уақытты алмайды. Сол біздің жаңағы ПТР тест жүйеміздің тағы да бір артықшылығы, былайша айтқанда, көршілес елдерге де өте үлкен қызығушылық тудырып отыр. Себебі сол ПТР тест жүйеміз арқылы біз жаңағы секвенерлеу деген қазіргі таңда өте көп шығып жатқан, көп қолданылып жатқан қолданысты секвенерлеу деген әдіс бар ғой. Сол секвенерлеу әдісін қолданбай-ақ осы біздің тест жүйемізді қолдану арқылы қандай айтып өткендей аусыл қандай подтип түр екені соны толыққанды анықтап шығаруға болады. Енді жақсы жаңалығымызбен бөлісе кететін болсақ, тағы біз осы мемлекетіміздің, президентіміздің болашақ бағдарламасы өте жастарға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Соның бір осы жылы сол бағдарламаға бірнеше жастар тапсырып, жаңағы өзімде сол грант иегері болып отырмын, болашақ грант иегері. Ол бойынша тағылымдамамен жаңағы ақш құрама штаттарына, Техас деген штатқа, анықтап айтқанда, сол жерде Texas A&M деген университет бар, сол жерге өттіп, және сол жерде бұл жобаны ары қарай жалғастырып, сол жақтың тест жүйелерімен де салыстыра тұрып, эксперименттер жасасақ па деген сондай үлкен үмітіміз бар. Және оны тағылымдаманың жоспарына қостық, енгіздік, келістік. Сол жақтағы ғалымдармен бірге енді соны жүзеге асырып, жаңа нәтижесін мақалада көрсетеміз деген ойдамыз.